100 мыңға жуық арыз шағым осы отбасылық тұрмыстық зомбылыққа қатысты. Оның ішінде 250-ге жуық әйел адам қайтыс болды, 7 бала қайтыс болды. Ажырасу қалыпты жағдай ма? 100 мың адамға шаққандағы ажырасатын отбасылық жұптар көлем бойынша әлемде 2-ші орын алып тұрмыз. Ол өте масқара. Ажырасқан отбасындағы тәрбиеленген балалардың психологиясына қандай баға бересіз? Қазақстан әлемде жасөспірімдер суициді бойынша да 3-ші орында тұрмыз. Діни талақ тастау деген мәдениет қалыптасқан жерлерде әйелін де сол ұтыс ойынға тігіп жүрген адамдар бар. Ең дұрыс модель балалардың тәрбиесіне де, отбасының гүлденуі үшін, қоғамның тұрақты дамуы үшін ол ер адамның бас болуы. Сол әулетке тастай батып, судай сіңдеп, атасын беріп, үйден үлкендерді шығарып салатын тұғын. Қазір бұл психология ішіме сыйған бала сыртыма да сияды деген оны ойысты. Сіздіңше қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс? Біз қазақ қоғамында байқасақ, қыз балаға өте үлкен жауапкершілік артып қоямыз. Бишімбаевтың бұл қылмысы абьюзерліктің көрінісі деп айтуыңызға болады ма? Қит етсе болды, енді жай дүниені мелодрамаға айналдыратын отбасылар енді көбейеді, өкінішке орай. Ал енді қазіргі мына жаңа қабылданып жатқан заң 9.647.000 еркектің құқығын шектеп қойды деп есептемейсіз бе? Егер бір жақты практика етіп қалатын болса, тек қана барлық істе бірде еркек адамдар кінәлі деп кінәлі ер адамдарды іздеп болса, әрине отбасылық институтқа өзінің кері әсерін алып келуі мүмкін. Тіпті отбасын құрудан қорқып қалатын ер адамдар болуы мүмкін. Қызу талқыланып жатқан тақырыптың бірі көп әйел алу мәселесі. Жігіттер дайын болған, менде қоғам дайын емес та оған. Күйеуі менің меншігім емес, күйеуім ұлттың адамы деп бөлісетін. Қазіргі әйелдер бөлісе алмайды. Ер адамдардың дайындығы одан да мүшкіл. Олардың психологиялық дайындығы жоқ, сексуалдық дайындығы да жоқ. Оны айтуыңыз керек, қазір урологтар дабыл қағып жатыр. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, көзі қарақты көрермен, назарларыңызда Айқын YouTube арнасы, оның жүргізушісі мен Қайнар Жұмағожа. Достар, біздің YouTube канал өткір сұрақтарға жүйелі жауаптар һәм салмақты сараптамаға толы. Бүгін бізде ерекше тақырып қозғалады, сондықтан өздеріңіздің пікірлеріңізді төменге қалдырып отырыңыздар. Әрине, лайк деп тапсаңыздар, лайктарыңызды аямаңыздар. Бүгін бізде қонақта Сәдуақасов Айдос Қартаңбайұлы, саясаттанушы, отбасылық психолог, халықаралық деңгейдегі кәсіби трансформациялық коуч. Енді әңгімемізді бастамай тұрып Айдос аға, алтын уақытыңызды бөліп сұхбат беруге келіскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Рахмет. Енді сізді біз сырттай өте жақсы білеміз. Әңгімеміздің әліппесіндегі алғашқы сұрағым дәл осыны бір өзіңізге қойғым келіп отыр. Себебі сізді біз мәдениет және ақпарат, білім және ғылым министрліктерінде, сонымен қатар президент әкімшілігінде, жоғарғы сотта ұзақ жылдар абыройлы қызмет атқарған кәсіби маман ретінде жақсы танимыз. Әрі өзіңіз журналистсіз. Енді аяқ асты деп айтсақ дұрыс бола ма? Отбасылық психолог мамандығына неге ойысып кеттіңіз? Өте орынды сұрақ, Қайнар бауырым. Әуелгіде шақырғаныңызға мыңда бір рахмет. Енді сұраққа көшетін болсақ, үйленгеніме 20 жыл уақыт болды. Қазір Аллаға шүкір, Алланың берген 5 баласының әкесімін, аяулы жарым бар дегендей. Біздің заманымыз, біз енді 90 жылдардың соңын, 2000 жылдардың басын, Кеңес одағының соңғы жағын көріп қалған азамат, біз қазір 40-тың қырқасынан шықтық дегендей. Осы аралықта құндылықтар ауысып кетті. Балалардың дүниеге отқан әр балаға әр түрлі көзқарас керек болды. Менің қазір үлкен қызым 17 жаста, кішкентайларым 2-ден асты. Ойлай беріңіз, арасында 13-те 7 жаста деген сияқты. Оның бер жағында егіз қыздарым бар. Мына балалардың дүниеге келуі оларға деген тәрбие берудің моделін өзгерту керек болды. Мен кейбір қиындықтарға душар болдым. Балалардың әр қайсысы өзіне әр түрлі жеке-жеке көзқарас, жеке-жеке подход дейді ғой, тәсіл талап етті. Оның бер жағында әр баланың сұранысы әр түрлі. Біздің кезімізде біз iPhone жоқ, интернет дамымаған, интернет жоқ, технология өте кенжелеп қалған, Кеңес одағының ең құлдырау кезеңінде дүниеге келген балаларымыз. Сол кезеңдегі біздің кітап оқып, әке-шешеміздің қасына жәрдемші болып, ауылдың малын бағып, қой кезекке шығып, кәдімгі ауылдың қара домалақ баласы өмір сүріп, Алматыны армандап оқуға келіп, біздің бар арманымыз ірі қалаға шығу, оқуға түсу еді ғой. Ал қазіргі балалар туа салысымен гаджетпен танысады, технологияда ойнайды,
аттың құлағында ойнағандай. Бұлардың талап тілектері басқаша болды. Менің қиналатын тұстарым болды. Әсіресе мынау жасөспірім кезде балалар жаңағы ересектік өмірге қадам басатын өтпелі кезеңдерде менде сұрақтар туындады. Балаларға әр қалағанын алып бере беру керек па, әлде әпермеу керек па? Қанша уақытқа гаджет беру керек? Бұлардың әрқайсының жаңағы тәрбиеде екі дүние бар. Құрал деген бар, құндылық деген бар. Құрал деген жаңағы тіл оқытуыңыз, әртүрлі курстарға беруіңіз, құндылық дегеніңіз кітап оқыту, бойына тарихқа, дәстүрге деген бір құрмет қалыптастыру. Ал дәстүрге, тарихқа құрмет қалыптастыру үшін кітап оқу керек. Үлкендердің әңгімесін тыңдау керек. Ал қазіргі балалар оған онша шорқақтау, көбісі интроверт. Сондықтан осы жерде менде қиындықтар туындады. Мен баяғы үлкен кісілердің құманмен су құйып жүріп, әке-шешеміздің қасында батасын алып өсудің бір рахатын, кайфын қазіргі балалар сезінбейді. Өйткені құманмен су құймайды. Қазіргі балалар біз сияқты қой көзекке шықпайды. Қазіргі балалар біз сияқты малдың астын тазалап, сабақтан бір мезгіл ауысса, әке-шешенің қасына шығып, базарға тұрып, бір сауда жасау деген нәрсе жоқ. Қазір мүлдем басқаша да. Қазіргі балаларды еңбекке қалай баулаймыз, қазіргі балаларды қалай біз оларға құндылық береміз. Құралды беру болады. Ағылшын курсына бересің, мобилография курсына бересің, басқа да курстар толып жатыр. Бірақ құндылықты беру жағынан қиындықтар болды. Және балалардың қазіргі психологияны тыңдасаң, балаларды тым көнгіш, көнбіс қылма дейді. Тым оларды тия берме дейді. Біздің көріп өскеніміз тиіп өсу мәдениеті. Тиіп тәрбиеледі ол бізді. Анау болмайды, мынау болмайды деген. Ал еркіндікті қанша дозада беру керек, қанша мөлшерде беру керек. Осы жерде менде баяғы өзімнің алған ескі тәрбиемен қазіргі заманғы психологтардың арасында айтқандармен үндестік болмады. Содан айырмашылық жер мен көктей. Жолдасым педагогика саласының маманы, ол жолдасымда да сұрақтар туындады. Біз көп тиіп салып кетсек, балалардың, мен өзім білем, журналистика маман ретінде, көпшіліктің алдында сөйлеуде балаларды қиындықтар туады. Көп тиым салған балалар жасқаншақ болады, ойын айта алмайды. Ал қазіргі заманда сізбен біз білеміз, мықты бәсекеге қабілетті маман болу үшін, мынау ағылшын айтқанда soft skills деген ұғым бар. Яғни жұмсақ дағдылар бірінші кезекте даму керек баланың. Ол деген не? Адаммен коммуникация, сөйлей алуы, көпшіліктің алдына шығуы, еркін қысылмай ойын айтуы, керек десе жаңағы өзінің бойындағы барлық талантын көрсете алуы, аз ғана уақыттың ішінде. Ал ол үшін ондай балаға үй жағдайында көп еркіндік беру керек. Біз көп еркіндік беруде қорқамыз ғой. Совет одағының шетін көрген балалар, адамдар қорқамыз. Сондықтан осы жерде маған өзімді тәрбиелеу керек болды. Қазіргі заманның ата-анасы ретінде отбасылық психологияны меңгеру керек болды. Содан осы сұраныс пайда болып, осыдан 3 жыл бұрын осы отбасылық психологияға қадам бастым. Және екінші деңгейде журналистикадан кейін мен енді өзіңіз айтып қалдыңыз, ұзақ жылдар 15 жылдан аса уақыт мен мемлекеттік қызметтің аппаратында жұмыс істедім, әртүрлі органдарда істедім. Ол жүйе, жүйенің адамы болдым, мемлекеттің мүддесін қорғадық дегендей. Ол жерде де бір жайлап мамандық ауыстырмасақ, кәсіби жаңағы қызығушылықтың азаю дейді ғой. Енді орысшадан қазақша қалай аударатын мен, выгорание дейді ғой. Профессиональный выгорание басталды менде. Мемлекеттік қызметтің шеңбері шектеу, ал менің өзімнің негізгі мамандығым журналистика, айтып қалған адаммын. Сөйлеп қалған адамын сынауым керек болды жүйені, жалпы қоғамдағы дүниелерді. Содан қой екі кеменің басын ұстамайын, одан да мен еркіндікті қалайын, және балаларым өсіп келе жатыр деп, осы балама, отбасыма да пайдалы, қоғамға да жақындайын деген оймен отбасылық психологияға ауысқан жайым бар. Жақсы аға, енді әңгімеміздің әліппесінің өзі бір қызу басталып келе жатыр. Отбасылық құндылықтар, отбасындағы бала тәрбиесі төңірегінде әңгімеміз ойысты ғой. Енді қазір қоғамның ең үлкен дерті, өзіңіз жақсы білесіз, ол ажырасу. Қазір бір шынын айту керек, бұл қалыпты жағдайға, үрдіс секілді бір қалыпты өзіміз солай қабылдап жатырмыз. Сіздіңше бұл ажырасу қалыпты жағдай ма? Әрине, өкінішке орай қалыпты жағдай емес. Негізінде отбасы болып екі жас қосылған кезде, ол өзінің отбасылық өмірдің отбасылық психологияда айтады, біз 4 түрлі кезеңін зерттейміз. Отбасылық психология. Ол бірінші ерлі-зайыптылардың алғаш танысуы, одан кейін олардың махаббаттарының жарасым тауып үйленуі, одан кейін дүниеге бала келіп, отбасын құрғаннан кейін отбасылық қажеттіліктерін табу жолында ер адамның үй алам, машина алам, баламды өсірем деп, әйел адамның жаңағы бала тәрбиесіне қарай көміліп кететін уақыты. 4-ші кезең, енді барлық отбасыда болмай қойсын, бірақ өкінішке орай ол бар, ол ажырасу кезеңі. Кез келген одақ болған жерде ажырасу да болады, бірақ
ажырасу әрине қазақ ұғымында, қазақ менталитетінде, қазақ психологиясында өте ауыр қабылданатын трагедия. Өйткені ажырасу, біз енді қазақтар көшпелі дала мәдениетінен өсіп шыққаннан кейін біз көп балалы болуға ұмтыламыз, иә. Қазір енді көп балалы болып жатқан семьялардың саны айтарлықтай болмаса да, жалпы біз басқа елдермен, батыс Еуропа елдерімен салыстырғанда, Құдайға шүкір, демографиялық дүмпу әлі бар. Бала дүниеге келгеннен кейін ажырасқан ол өте қиын. Ажырасу ол былайша айтқанда екі адамның ғана емес, тұтас бір отбасының трагедиясы. Ал мемлекеттік тұрғыдан алып қалғанда ол отбасы шағын мемлекеттің моделі, ол мемлекеттің құлдырауының алғашқы негіздері. Сондықтан біз бұл мәселеге мемлекет тұрғысынан, идеология тұрғысынан үлкен мән бермесек болмайды. Өйткені өзіңіз білесіз, соңғы жылдары шыққан рейтингке қарасақ, бізде Қазақстан әлемде екінші орын алып тұр. Ажырасу 100 мың адамға шаққандағы ажырасатын отбасылық жұптар көлемі бойынша әлемде екінші орын алып тұрмыз. Ол өте масқара, ұят нәрсе, енді трагедиямыз, оны мақтана алмаймыз әрине. Бірақ осы жерде менің жаңағы сіздің алғашқы сұрағыңызға жауаптың бір шеті қылтияды. Осыған келуіме де түрткі болды. Мен сотта жүрген кезде қаншама отбасылардың ажырасқанын көрдім. Және олардың ішінде мен таныстарым да болып жатты. Мен таңғалып, түсінбей қалғанда жағдайлар болды. Яғни отбасылық өмір сүріп жатқанда 15 жыл, 20 жыл болған жұптарда маған бір күні ұяла қымсына Айеке, осында біз ажырасып жатырмыз. Осы ажырасудың тез, жылдам жолы бар ма деп хабарласқан кезде мен төбемнен жай түскен кісілер болған. Мен сосын не болып қалды деген кезде Айеке ұзақ әңгіме кездескенде айтамын, маған тез осындай несін бере қойшы, жаңағы арыз шағымның үлгілерін бере қойшы деп маған ой салды. Сол кезде мен ойландым, не болып бара жатыр өз заман деп. Сосын енді әрине көмектесесің ғой, бірақ мүмкіндігінше оларды әңгімеге тартып, татуластырып жіберуге, мүмкін бір болмаша ұрыс керіс шығар, болмаша бір эмоционалдық бір тербелістер шығар, қайтып келер деген оймен араға түсіп, өзім жақын танитын достарыма, туыстарыма араға түсіп, бірнеше жұпты аман алып қалуға енді өзімнің үлесімді қосқан кездер болды. Сол кезде қарап отырсам, бойымда бір психологиялық, медиаторлық болмысымда бар дүние шығып жатты. Мен айтатыным да ол адамдарға, ажырасу кеш емес, ажырасасың. Ол ең соңғы саты, инстанция саты, оған барасың, ертелі кеш барасың, бірақ ажыраспаудың мүмкін жолын қарастырып көреміз. Әсіресе отбасында баласы бар отбасыларға жаным аяйтын. Ана балалар жетім қалмасын, әйел жесір қалмасын деген оймен бірнеше отбасылық жұпты райынан кері қайтарған кез болды. Бірақ ол барлық жағдайда менің қолымнан келе бермейді. Өйткені оған білім керек әрине. Екіншіден, жаңағы әбден отбасыдағы тыныштық, отбасыдағы жарасым уже шегінен шығып асқынып кеткен, ұрыс жанжал асқынып кеткен, тіпті заң жүзінде ажыраспаса да екеуі бөлек тұратын отбасылық жұптарды көрдім. Балалары нағашыларының қолында, не әке-шешесінің қолында, кей кезде тіпті өзара дүние мүлікті бөлісіп жатқан кісілерді көрдім, сотқа дейін. Сондай жағдайларда мен ойладым, бұл жерде мемлекеттің дәрменсіздігін байқадым да. Мемлекет жеке адамның өміріне қол сұға алмайды. Белгілі бір деңгейде отбасыдағы жаңағы кикілжің заң органдарына, құқық қорғау органдарына кетпейінше мемлекет араласа алмайды. Сондықтан бұл жерде белгілі бір деңгейде мамандардың көмегі керек екен. Әсіресе психологтардың, коучтардың көмегі осы жерде керек екен. Сотқа дейінгі жеткізбей мәселені шешіп берсе, әрине ол өте құба-құп болар еді. Одан кейін екінші мәселе, біздің қоғамда соңғы кезде көп таралған ол жаңа абьюзивті қарым-қатынастар күшейіп кетті соңғы жылдары. Міне осы жерде маған тағы да 2-3 таныстарым, жалпы ортақ достар, жора жолдастардың ішінде осындай сырт көзге қоғамда үлкен лауазым атқаратын кісілер, немесе жаңағы белгілі бір деңгейде қоғамда ақыл айтатын, ақыл тыңдайтын кісілердің әйелдері, не күйеулері тарапынан біздің отбасында осындай жағдайлар болып жатыр деген кезде де мені ойландырды. Демек, бұл мәселе біз тек қана баспасөз бетінен, әлеуметтік желіден ғана көріп қоятын, бізден қашықта тұрған мәселе емес, бізге міне жақындап қалған, менің айналамда болып жатқан дүние екен деген ой келді да, абьюзивті қарым-қатынас саласына мамандануға тура келді. Ажырасу туралы әңгімені бастадық, енді осыны бір толыққанды көрерменге жеткізейікші. Әрине, ажырасу, ана қазақта сөз бар ғой, жіптің екі ұшы бар дейді. Ол ешқашан бір жақты болмайды. Ерлі-зайыптының екі жағынан да өзінің әр деңгейде өзінің кемшілігі, кінәсі бар шығар. Бірақ мен алаңдататын мәселе, бана өзіңіз де жақсы айттыңыз, мына ажырасқанның ақыры көбінде біздің балаларымыз зардап шегеді. Сіз психолог ретінде ажырасқан отбасындағы тәрбиеленген балалардың психологиясына қандай баға бересіз?
Әрине, балалар үшін ата-ананың ажырасуы ең үлкен трагедия. Оның орны толмас жара. Тіпті келешекте әке-шешесі қосылған күннің өзінде, медиацияның тарапымен, сот психологиясы араласып, басқа да адамдардың көмегімен әке-шешесі, ол бар ғой отбасыларда, ажырасып жүріп қайтып қосылады. Бірақ баланың санасында, баланың 7 жасқа дейінгі балада адамда негізі түп саналық архив, түп саналық психология қалыптасады. Бізде негізі біздің өміріміздің 95%-ын біз түп санамен басқарамыз, яғни подсознательно басқарамыз да. Ал 7 жасқа дейін соның барлығы баланың түп санасында үлкендердің әр әрекеті өзінің үлкен орнын қалдырады. Яғни баланың кішкентай кезінде ажырасқаны, ата-ананың әрекеті, бір-біріне қол көтергені, ұрыс-керіс, жанжал, баланың бойында жасқаншақтық, баланың бойында комплекстердің пайда болуына, өзін-өзі бағалауына, самооценкасының кетуіне, баланың кей жағдайда өкінішке орай суицидке баруына да алып барады. Біз енді жаңа статистикаға жүгінсек, Қазақстан әлемде жасөспірімдер суициді бойынша да 3-ші орында тұрмыз. Ажырасу бойынша 2-ші орын. Бұлар өте бір-бірімен байланысты. Жасөспірімдер суицидке не үшін барады? Балалар 10 жастағы, 11 жастағы, 13 жастағы, кейде 15 жастағы балалар, өйткені ол жас ерекшелікке байланысты возрастной психологиядан бөлек ата-ананың арасындағы ұзаққа созылатын драмалардың салдарынан барады. Яғни ол отбасында ол өзін қажетсіз сезінеді бала, ата-ананың арасындағы кикілжіңге, тұрмыстық жаңағы жетіспеушілік, материалдық ақшаның жетіспеушілігі, әкесінің ішімдікке бой алдыруы, шешесінің сол оқиғадан зардап шегіп үнемі ұрыс-керіс жылау, айқай-шудан баланың бойында өзіне деген сенімсіздік, өзіне өзін жек көрушілік, ол отбасына өзін бір жаңағы бейтаналы түрде бір салмақ салып отқандай сезінеді бала. Немесе бала екі ата-ананы табыстырам деп ортада медиатор болып шаршайды, басқа адамдардың көзқарасынан ұялады. Сонан баланың бойында бірнеше психологиялық ауытқушылықтардың алғашқы белгілері көрініс береді. Ол бірінші кезекте комплекстер пайда болады, яғни өзін-өзі бір кем санау, қор санау, екіншіден өзіне сенімсіздік пайда болады, үшіншіден баланың ата-анасымен арасында конфликттер пайда болады. Ондай семьяда өскен балалар ата-анасын тыңдамайтын, кейінірек сыйламайтын болады. Және ондай ортада өскен балалар ерте ішімдікке әуестенеді, ерте темекіні шегіп бастайды. Жаңа қазір бізде электронды сигареттер, вейп шеге бастайды. Неге? Өйткені ата-анадан алмаған махаббатты бала көшеден басқа да құмар заттардан іздей бастайды. Өйткені біздің психологияда бар, баланың бойына 5 түрлі мейірімді беруіміз керек. Ең жоқ дегенде, ол бірінші сөз мейірімі, екінші кинетикалық мейірім, баланы құшақтау, өбіп, сүйу, аймалап беру, үшіншіден балаға жылы сөз айту, комплименттер айту, төртіншіден балаға күніге жарты сағат, кемінде 1 сағат онымен диалогта болу, бесіншіден бала мен әкенің, бала мен ананың ортасында сырласу болу керек. Осы 5 түрлі мейірім, махаббат, шапағатты бала алмаған кезде, оны табиғаттың заңы бар, басқа ортадан іздейді. Басқа ортада болғанда бала өзі сияқты адам іздейді. Орыстарда сөз бар, подобный ищет подобный. Яғни бала өзі сияқты психологиялық ахуалда жүрген адамдарға бейім болады. Мысалы, қаңғыбас балаларды іздейді. Әке-шешенің мейіріміне зәру балалар сондай жетім өсіп жүрген, сондай бір көңілі жаңағы орнықпаған адамдармен дос болады да. Сәйкесінше ондай ортадағы балалар қоғамнан оқшауламасайды, изоляцияға ұшырайды бала. Содан баланың қазіргі байқасаңыздар, енді мен сотта істегеннен кейін сондай статистикаға бейімін, қылмыстың мынандай түрлері бар, наркобарьерлардың қоршағына айналады. Яғни есірткі тасымал бизнесіне кетіп қалады бала. Яғни ондай отбасыда әрине ақша тапшылығы болады, ондай отбасыда ұрып-соғу болады, ондай отбасыда жанжал болады, бала үйге кешігіп келген болады. Кешігіп келгеннен кейін ол бала басқа өзін басқа жерден көруді іздейді. Мысалы, қандай жұмыспен айналысу керек? Өзін жұбату үшін. Сол үшін жаңағыдай арзан ақшаға кетіп қалады. Бұл тек қана кедей отбасыларға тән сценарий емес, бай отбасыларда да осындай жағдайлар болып жатады. Қазір шынын айту керек, бана отбасылық коучтар енді күн өткен сайын көбейіп бара жатыр. Әркімнің пікірі отбасылық психология деген кезде әртүрлі. Әркім әрқандай көзқараспен өзінің пайым парасатын мүмкіндігінше тілінің жеткенше жеткізіп жатыр. Енді отбасылық кикілжіңнің себеп салдарын әркім мысалға моральдық теңсіздік дейді. Отбасылық кикілжіңнің себеп салдары біріншісі моральдық теңсіздік дейді. Ендігі бір қоғамның
белсенді азаматтары әлеуметтік шиеленіс дейді. Иә. Отбасылық кикілжіңнің түп тамыры. Сіздіңше отбасындағы кикілжің неден басталады? Отбасыдағы кикілжің ең әуелі отбасылық жұптардың бірін-бірі түсінбеуінен басталады, сыйламаудан басталады. Негізі отбасылық жұп дегеніміз не? Мысалы, әр адам индивид, әр адам тұлға. Біз өзімізге құрмет, сыйдың болғанын қалаймыз. Егер бір отбасыдағы бір ерлі-зайыптылардың біреуі екіншісіне қысым көрсете бастаса, ауыр сөз айта бастаса, оның жеке шекарасына өтіп кетіп, оны шектен тыс бақылауға алып жатса, әлеуметтік желіде не жаздың, кіммен сөйлестің, WhatsApp чатын ақтарып, электрондық почтасын ақтарып, оның өзі уже сенімсіздікке алып келеді да, сол сенімсіздіктен, сенбеушіліктен, өзара әңгіме дүкеннің болмауынан және бір-біріне деген құрметтің азаюына басылады. Негізі әлеуметтік кикілжің айтып отқан жаңағы әртүрлі туған туыстардың араласуы, ене мен келін, қайнаға мен қайнына деген сияқты факторлар бар қазақ қоғамында, оны жоққа шығармаймыз. Бірақ түп тамырында оның бәрінен өтуге болады. Қазақ қоғамында ата ененің араласуы, туған туысқанның араласуы деген дүниеден ешқандай отбасы одан сақталмаған, қорғалмаған. Барлығымызда да туған туыс бар, қайын жұрт бар, өз жұртың бар, нағашы жұртың бар, араласатын ақылды адамдар болады. Оның керегі жерде бар, керек емес жерде бар, оны өтеміз. Бірақ осының бәріне шыдап өтуге болады, егер ерлі-зайыптылардың арасында өзара коммуникация, түсіністік болса, сыйластық болса. Бізде өкінішке орай қазір жаңадан қосылған ерлі-зайыптылардың көбісі отбасылық өмірге дайын емес. Дайын болмайтын себебі отбасылық өмірді толық түсінбейді. Отбасылық өмірде құқықтардан гөрі міндеттер көп екенін түсінбейді. Және бір-біріне жол берудің көп екенін түсінбейді. Әрқайсысы мен деп қалған екі адам тек қана менің айтқаным болсын деп қалса, ол өкінішке орай ол бола бермейді. Екіншіден, көбісіміз 90-шы жылдардың басындағы 90-шы жылдардың 80-шы жылдардың аяғы 90-шы жылдардың басында дүниеге келген отбасылардың саны көп қой енді. 30-40 жастағы. Осы буынды алып қарайтын болсақ, біздің көбіміз 90-шы жылдарғы тоқырау әке-шешеміздің қиын кездері, жұмыссыздық, жекеменшікке өту, Қазақстан нарығындағы жекеменшіктің келуі, осындай сатылардың кезінде әкелеріміздің жаңағы ішімдік ішуін көрдік. Көп отбасыларда отағасылары отанасына қол көтеріп жатты, апталап карта ойнап жатты әкелеріміз. Сондай моральдық тұрғыдан қиын кезеңдерді көрдік бала кезден. Сол отбасылық модель біздің жадымызда қалып қояды да, соны көбісі қайталайды. Ал оған отбасылық институтқа кім дайындап жатыр? Ешкім дайындап жатқан жоқ. Үйлен, бізде 25-тен асқан, 20-дан асқан бойда балаға үйлен деп бастаймыз. Үйлен, сен не істеп жүрсің, дипломын қолыңа алдың, жұмыс істедің, давай үйлен дейміз. Қыз балаға да отырып қалма, отырып қалған қыз қиын болады деген сияқтымен біз отбасылық өмірге итермелейміз жастарды. Бірақ оның жеке тұлға ретіндегі даму бөлек, отбасындағы міндетті ала ма ол? Отбасылық кикілжіңдерді шеше ала ма? Үлкен ол ғылым. Отбасының мен айтарым, мемлекеттің ішкі сыртқы саясаты сияқты. Отбасында сыртқы саясаты бар, отбасында ішкі саясаты бар, отбасында президент болады, премьер-министр болады. Кәдімгі мемлекеттік машина, басқару машинасына сәйкес модельдерді де үйде де болады. Бірақ оған өкінішке орай көп жағдайда біздің азаматтарымыз, әсіресе ер азаматтар, қыз балаларды ішінара дайын болмай жатады. Дайын болмағаннан кейін, оның сыртында қазіргі интернеттің қызылды жасылды әлемі бар, Инстаграм әлемі бар. Қазіргі адамдардың психологиясының өзгеруі. Ең негізгі себеп ол біздің психологиямыздың күрт өзгеріп кетуі. Бұрын тәубе, шүкір, ұят болады, қанағат деген ұғымдардың қазір екінші планға кетті да. Саған енді әртүрлі коучтар бар, псевдо-коучтар бар, псевдо-психологтар бар, бұл салада айтып кеткеніңіз дұрыс. Жаңбырдан кейінгі санаулы сияқты бұл салада да біліксіз мамандар көп. Өмірге бір рет келдің, өмір сүр, өзіңді ғана ойла деген батыс Еуропаның тәрбиесін алған психологтар жеке адамның индивидуализміне көп көңіл бөледі да, содан отбасылық қиындықтарға шыдамайды ерлі-зайыптардың көбісі. Өйткені қараса бәрі жаңағы Анталияның жағалауында демалып жатыр. Біреуді қараса жаңағы керемет машина мініп алған, біреуінің қолында айфонның ең соңғы үлгісі. Осындай материалдық құндылықтар алға шығып кетіп жатыр да, рухани құндылықтар артқа қалып жатыр. Баяғы біздің қайран әке-шешелеріміз, қазақтың ата-әжелері шүкір, қанағат, балам бала-шаға өссін, кейін біз қыдырамыз деген кейінге қалдыру психологиясы бізде жоқ. Біз міне қазір, міне осы сәт Каспий рассрочкаға, Каспий ретке кіріп, қаншама семья барып шетелге саяхаттайды, оны барып әлеуметтік желіге салып қояды. Оны көрген
жас жұбайлар ойлайды, өмір сүру қазір осылай мода, тенденциядан қалмау керек. А сен неге маған осындай ақшаны алып бермеске? Сен неге маған осындай көлік алып бермейсің? Сен неге маған осындай бриллиант тақпайсың деген әңгіме басталады. Осындай қысымға кей жағдайда ер азаматтар шыдай алмайды. А оны әйелін тәрбиелеуге оның өмірлік тәжірибесі жетпейді. Өзінің ақыл ойы санасы жетпейді. Содан ол ең дұрысы үйден кетіп қалу, үйден безіп кету, басқа адамға сезім білдіру, немесе жаңағы көзіне шөп салу, ең жоқ дегенде физикалық жаңағы қысым көрсетуге апарады. Жалпы абьюзивті қарым-қатынас Қазақстан жағдайында кең етек алып жатыр. Соның ең өкінішке орай көп орын алып жатқаны ол физикалық қол көтеру бізде және психологиялық қысымға жату. 2023 жылғы деректерге жүгінсек, Қазақстанның құқық қорғау органдарына 99 мыңның үстінде арыз шағым келіп түскен. 100 мыңға жуық арыз шағым осы отбасылық тұрмыстық зомбылыққа қатысты. Оның ішінде 250-ге жуық адам, әйел адам қайтыс болды, 7 бала қайтыс болды. Отбасылық трагедия болды, отбасындағы қол көтеру, ұрып-соғудың салдарынан. Және де 2450-ден астам қылмыс тіркелді. Оның ішінде педофилиясы бар, ұрып-соғу бар, қорлау фактілері бар, тіпті үйін өртеп жүру, бала-шағасын бауыздап тастау сияқты адам айтса нанғысыз, бұрын-соңды естімеген сұмдық жайттар біздің Қазақстан даласында болып жатыр. Оның ішінде өкінішке орай біз айтамыз, қаймағы бұзылмаған қазақи өңір деп әдетте мақтанамыз. Оңтүстік өңірлерде, батыс өңірлерде болып жатыр. Бұл деген сөз кешенді түрде мемлекет тарапынан зерттеуді қажет етеді. Оның ішінде әрине діни факторлар да бар. Діни манипуляцияның құрбанына айналып жатқандар бар. Тек қана отбасылық психологияда тек қана ерлі-зайыптылар бір-біріне бір ақшаға, бір дүние-мүлікке келіспей бір-біріне қол жұмсап, арты өлме аяқталып жатқан жоқ. Бұл жерде бірнеше факторлар кіріп жатыр. Ол жаңағы діни манипуляция, салафизм элементтері болып жатыр. Екінші деңгейдегі жаңағы кредитке кіріп кету, кредитоманияның салдары, сосын лудомания, жаңағы әртүрлі құмар ойындарға үйін тігіп жүру, тіпті кейбір жағдайларда өкінішке орай діни талақ тастау деген мәдениет қалыптасқан жерлерде тіпті әйелін де сол ұтыс ойынға тігіп жүрген адамдар бар. Және де өкінішке орай тағы бізде көп тіркеліп жатқан қылмыстың түрлері ол жаңағы есірткіге тәуелділік. Не еркектің, не әйелдің есірткіге тәуелділігі. Міне осындай факторлар араласқан кезде онсыз да шытынап тұрған шарайына сындырып алма абайда дейді ғой біздің қазақтың өлеңдерінде. Шытынап тұрған отбасылар жаңағыдай қосымша әлеуметтік психологиялық соққылар келген кезде жаңағы отбасының адырап кету жағдайларына алып келіп жатқан жай бар. Осы күнге дейін енді бізде бағанағы еркек бас, әйел мойын деп тәрбиелендік, солай өстік. Енді сіз бағана әдемі келтірдіңіз, қазіргі мына отан отбасынан басталады деген бір мақалдың дәйегіндей үйде кім президент, кім премьер-министр барлығы бар деп. Сіздің түсінігіңізде коуч ретінде айтыңызшы, кім премьер-министр, кім президент отбасында болуы керек? Өте дұрыс сұрақ қойдыңыз. Енді біз қазақ даласына ислам діні келгеннен бері 2000 қазір айтатын болсақ 8-ші ғасырдан келсе 12-13 ғасыр біз ислам шариғатының шеңберінде өмір сүреміз, бірақ біз енді қазір зайырлы мемлекет біз дейміз, бірақ ішінара бәрібір біздің менталитетімізде, біздің психологиямызда исламның орны бар, мұсылманның. Мұсылман шариғаты бойынша, заңы бойынша әрине үйдің басшысы ол ер адам. Екі басшы болмайды негізінде, екі басшы болмау керек. Мысалы жұмыста да екі басшы, мемлекетте де екі басшы болса, оның арты неге алып келетінін біз білдік. Кешегі қаралы қаңтар оқиғасы да соған куә. Мемлекетте екі басшы болған кезде, үйде екі басшы болған кезде, үйде хаос болады, қоғамда да хаос болады. Сол сияқты да мен айтатын едім, бір басшы болу керек, қалғандары қосшы болу керек. Әрине, қазір гендерлік теңдік деп айтарсыз, қазір қоғамдағы еуропалық мәдениет бізге келіп жатыр, сіңісіп жатыр, адам құқығы, теңдік деген мәселе бар. Әрине, адам ретінде, индивид ретінде, тұлға ретінде екеуі тең болғанмен, отбасының дамуы, гүлденуі, отбасының бақытты ғұмыр кешуі үшін бір адам басшы болу керек, екіншісі қосшы болу керек. Әрине, ол ер адам. Мұсылман шариғаты бойынша, заңы бойынша, мен енді өзімнің алған тәрбием бойынша, көрген білген баққаным бойынша, ер адам үйдің басшысы болу керек, әйел адам бағыну керек. Бағыну деген сөз оның құқығы жоқ деген сөз емес, оның құқығы бар, оның мүддесі бар, оның ақыл кеңесіне құлақ асу бар, оның бостандығы бар, бірақ бір адамның шешіміне тоқтау керек. Кейбір ситуациялар бойынша әрине әйелдің айтқаны озық ойлы болып жатса, оған тоқталу керек. Бірақ жалпылама алып қалған кезде ең дұрыс модель балалардың тәрбиесіне де,
отбасының гүлденуі үшін, қоғамның тұрақты дамуы үшін ол ер адамның бас болуы, ер адамның президент болуы. Ескі тәрбие мен қазіргі заманауи тәрбиенің ара қашықтығы қазір жер мен көктей болып бара жатыр. Мысалға сізге келтірейінші, бұрындары қызын ұзатқан кезде сол әулетке тастай батып, судай сіңдеп, батасын беріп, үйден үлкендерді шығарып салатын тұғын. Қазір бұл психология ішіме сыйған бала сыртыма да сияды дегеннің ойысты. Сіздіңше қайсы дұрыс, қайсы бұрыс? Өте ауыр сұрақ. Бірақ ойландыратын сұрақ, дұрыс айтасыз. Отбасылық психолог Ержан деген мырза бар, сол кісінің бір интервьюді тыңдаған едім. Тастай батып судай сіңу үшін, тастай бату үшін жер құнарлы болу керек, судай бату үшін, судай батып суға сіңу үшін суда жаңағыдай тұнық мөлдір болу деп. Яғни баратын жерге байланысты. Өкінішке орай мен осы тастай батып судай сің деген қағиданы бұрын 100% көзсіз қосылатынмын, қазір қосылмаймын. Өйткені өзім сотта отырған кезде, жоғары сотта істедім, әр түрлі отбасылық дау жанжалдың арты қылмысқа ұшыраған, жаңағыдай әйелін өртеп жүрген, өлтіріп жүрген, психологиялық ұзақ жылдар қысымға ұшыратқан даулы істерді, қылмыстық істер көрген кезде тастай батып судай сің деген мақалдың ескергенін байқап жатырмын. Қазақтан мындай сөз бар, мақалдың да мәтелдің де озығы бар, дәстүрдің де озығы бар, тозығы бар дейді. Бұл мақалда қазіргі қоғамға келмейді. Неге? Өйткені психикалық ауытқушылыққа ұшыраған ер азаматтар өте көп қоғамда. Жаңағы есірткі шегетін, жаңағы араққа салынған, темекі шегетінен бөлек, өзін бір қарағанда мәдениетті түрде ұстағанмен, белгілі бір кезеңдерде әртүрлі үйінде абьюзер болатын, агрессор болатын, тиран болатын жігіттер де бар. Ондай жағдайда ол қай қазақ өзінің өрімдей қызын сол қорлыққа, зорлыққа шыдап отыра бер дегеннің арты, сол қыздың мүгедек болып қалғанын, сол қыздың арты өлімге ұшырағанын, қайғылы қазаға ұшырағанын мен істердің басқасында болдым. Судья болып іс қарамасам да сол істердің пресс-релизін жаздым. Пресс-секретарь ретінде, баспасөз хатшысы ретінде журналистерге ақпарат тараттым. Сондай өкінішке орай қан құйылы істерді көргеннен кейін ондай мәтелдердің де шаршаған шығар дедім. Өйткені біздің психология озып кетті. Екіншіден, бұл біздің қыздарға көп салмақ салатын. Біз қазақ қоғамында байқасақ, қыз балаға өте үлкен жауапкершілік артып қоямыз. Тастай батып судайсың, барған жеріңде сен бақытты болам демес, сол жерде бақытты қыламын деп бар деп, байғұс қыз балаларға өте көп не береміз, жауапкершілік деп қоямыз да, ер баланы босаңсытып қоямыз. Негізінде отбасының дамуының, отбасының бақытты болуының негізгі кепілі бірден бір, ол ер баланың қолында. Өйткені байқасаңыз үлкен бір ауылда өстік қой енді. Ауылда өстік. Бір ауылда мықты ақсақал бар әулетте, сол ақсақал билеп тұрған кезде басқасын бәрі бағынады. Егер сол әулеттің еркектері мықты болса, әйелдері соған бағынып, жақсы отбасы жарасымдылық көретінбіз. Тіпті малакеш малдың өзінде де текесі қошқар бастаған үйір, жылқыда айғыр басқарған үйір әдемі жүреді. Ал бізде осы рөлінен айырылып қалған отбасылар өте көп. Еркек өзінің табысын таба алмайтын, еркек өзінің аталы сөзін айта алмайтын, өзінің баласына дұрыс тәрбие бермек түгілі айырлап, апталап үйінде болмайтын еркектер, жаңа казино жағалап кеткен еркектер бар. Ондай отбасыларда әйел байғұс әрі шыдайды, бері шыдайды, тастай батайын, судай сіңейін, әке шешеме жаңағы жаман ат келтірмейін деп барын салып тырысады. Бірақ ол жаңағы ірің әбден кеулеп кеткен кезде ол бір күні сыртқа шығып сыздауықтай жарылады. Онда кезі болады, физиологияның заңы бойынша. Сол сияқты отбасылық өмірде де ол көреді, әйел байғұштап бағат, әке шешесіне бір айтады, әке шеше жаңағы шыққан қыз шиден тысқары, сен ол әңгімені маған тасыма, көр деп айтатын, шыда дейтін де дәстүрлі психологиядағы отбасылар аз емес, әлі де бар. Сол шыданың арты кейін өкінішке орай шыдамның да шегі бар. Баласы жаңағы терезеден секіріп кеткен қыз баласы, екі қызын алып Алматыда өзіңіз көрдіңіз жаңалықтардан. Немесе өзінің әйелін жаңағы діни манипуляцияға ұшыратып, басқа кісілерге әйел қылып жүрген, сексуалдық құлдыққа салып жүрген, өз әйелін беріп жүрген, өз әйелін жаңағыдай ұтыс ойынына, лотереяға, немесе казиноға, ұтысқа тігіп жүрген еркектер бар. Мен ондай істерді
көремін, білгенмін, іште материалдарды оқып та шыққанмын. Өз әйелі түгіл, өз баласына жаңағы зорлық, сексуалдық зорлыққа ұшыратқан отбасылар бар. Өз әйелімен қосып балаларын, әйелін былай қойшы, балаларына секіріп атқан еркектер бар. Ондай жағдайда қалай әйел шыдау керек? Онда айуандықтың түр-түрі болады. Бұрын соңды естіп көрмеген жаға ұстайтын жағдайлар біздің қоғамда өкінішке орай болып жатыр да, енді оған қай әйел түгілі, қай қазақ түгілі жалпы адам баласы шыдайды. Сондықтан бұл жерде біздің жаңағы тастай батып судайсың деген мақалдың, мәтелдің ескергенін көреміз. Иә, ол дұрыс, отбасында сақтап қалу үшін шыдау керек мүмкіндігінше. Мен айтпаймын, бірінші қол көтерген кезде қашып кет, күйеуің арақ ішсе бітті қашып кет демеймін. Әрине барын салу керек, ортада бала болса бар амалын қарастыру керек. Ортада ағайын туыстан салып көру керек, жеңгесін, ағасына айтып есін жиғызу керек баланы. Не әйел есін, бұл жерде тек қана біз еркектер қана керек. Әйелдер де бар, жүріске салып кететін, ішіп кететін, шегіп кететін әйелдер де бар, казиноға кетіп қалатын әйелдер де бар. Ондай жағдайда жаңағы еркек сол әулеттің үлкендеріне араға салып жаңағы медиатор қылып көру керек. Егер асқындап кетіп болмай, уж балалардың психикасына кері әсер етіп жатса, амал жоқ, ажырасуға тура келеді. Ол жаңағы ішіме сыйған бала сыртқа сияды дейтін әйелдерді де, аналарды да түсінемін. Жақсы, енді отбасылық дау-дамай туралы әңгіме қозғасақ, осы сағызша созылған Бишімбаевтың сот ойға оралатыны ақиқат. Енді қазір сот аяқталды, бірақ бұл тақырып әлі күнге дейін актуалдығын жоғалтқан жоқ. Неге? Себебі біз бұл тақырып қазақ қоғамындағы әбден жарылуға айналған, сыздауықша жарылуға айналған ішкі мәселені сыртқа шығарып берді. Біз білеміз, 7-8 айға созылған осы Бишімбаевтың ісі ашық онлайн түрде талқылағаннан кейін қоғамның назары осы істе болды. Қазақ қоғамында осындай абьюзерлік қарым-қатынастан зардап шеккен көптеген әйелдер, көптеген отбасылар осындай дауды әбден жаңағы ісініп кеткен нәрсені сыртқа шығаруға мәжбүр жатыр. Көп адамдарға бұл триггер болды. Өз ішіндегі мәселесімен бөлісуге. Психологияда емделудің ең бірінші жолы ол айту деген нәрсе бар. Ішіңдегі ойыңды айтпасаң, сен проблема шешілмейді. Ол айтпай адам іштен тынып депрессияға, стресске ұшыраған кезде ол кешіп қалады. Стрессті жағдайында мүмкін алып шығуға болады, ал депрессияға ұзаққа созылып кетсе, оны емдеу қиын. Сондықтан осыны түсінген қазақ қоғамында әсіресе тирандардан, абьюзерлерден зардап шеккен әйелдер қазір осы дүниені қалың көпшілікке, әлеуметтік желіге шығып, ашық түрде айтып жатыр. Жақында біз білеміз, сыртқы істер министрлігінің кадрлық дипломатының әйелі зардап шегіп, күйеуінен неше жыл соққы көргенін айтып шығып жатыр. Жақында бір үлкен журналист қыз өзінің күйеуінен зардап шеккен. Ондай бұрын медийный тұлғалар, медиалықтағы тұлғалар ондай отбасылық ішкі кикілжіңді дау-дамайды сыртқа шығара бермейтін. Қарапайым енді сауаты төмен адамдар айтатын тұғын. Ал қазір сауатты көз ашық адамдардың өзінің абьюзердің, тиранның құрбаны болғанын, жертва болып жатқанын айтып жатыр. Бұның енді екі жағы бар. Таяқтың екі ұшы бар. Бұның жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Бұның жақсы жағы жалпы қоғам әсіресе осындай абьюзер ер адамдар кішкене бойын түзейді, есін жияды. Оның бер жағында кеше жақында білесіз, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы жазаны күшейтетін заң қабылданды. Жалпы қоғамның назары ауды, мемлекет бұған мықтап кірісіп жатыр. Бұның жақсы жағы жүйелі шаралар қолға алына бастады. Кризисный орталықтар бізде қазір 49 болса, соның санын 300-400-ге көбейту қолға алып жатыр. Бер жағында отбасылық психологтардың саны артып жатыр. Және де бізде қамқоршылық, қорғаншылық деген ұйымдар бар. Әкімдіктердің жанында комиссиялар бар. Олардың саны қазір 309 адам болса, енді осы жылдың өзінде 1650-ге санын ұлғайтып жатыр. Яғни отбасы мәселесіне мемлекеттік тұрғысынан кешенді түрде қолға алуға құқық қорғау органдары, ақпарат министрлігі, президент әкімшілігі, үкімет, салалық органдар, адвокатура, медиаторлар, біз психологтар, коучтар барлығы осы мәселеге жұмыла кірісуге бұл бір түрткі болып жатыр. Жаңағыдай әйелдердің немесе кейбір ер адамдардың да абьюзерлік қатынаса шаршаған адамдардың әлеуметтік желіге оқиғасын сөзбе-сөз, көзбе-көз айтуы бір сондай шаралардың қолға алуына. Екінші жағы жаман жағы бар, бірақ жаман жағы қит етсе болды, енді жаңағы отбасындағы
шағын бір дүниені түймедейді түйдей етіп айту немесе манипуляцияға салып күйеуінің дүние мүлкін тартып алу үшін соны ойлап жүрген адамдар болады ғой, әйелдер өкінішке орай бақай есептеп жүрген адамдар. Солар жаңағы күйеуінің жүріс жасайтынын немесе жасырын тоқалы бар екенін айтып сенсация жасап, өйткені біздің қоғам қазір қызығып тұр, пресса оған жаңағыдай өте қатты назар аударып жатыр. Соны пайдаланып осы жеңіл ұпай жасап өзін жай дүниені мелодрамаға айналдыратын отбасылар енді көбейеді өкінішке орай. Өйткені қазақта сөз бар, сынықтан басқаның бәрі жұғады дейді. Ол жұғады. Өйткені психология келеді бізге. Енді кейбір сарапшылар дәл осы сотқа қатысты мынандай бір пікір білдірді. Қуандық Бишімбаев экс-министр болмағанда оның соты мұндай қоғамдық резонанс туғызбас еді деді. Келісесіз бе? Келісем. Жалпы енді мен жоғары соттың пресс-службасында 10 жылға жуық уақыт жұмыс істеген азамат ретінде басшылық құрамда әртүрлі резонанс істердің басқасында болғаннан кейін келсем. Өйткені дәл осындай істер болып жатыр. Қазақ қоғамында аз емес. Дәл осындай дейтінім осы қылмыстық құрам болып жатыр. Әйелін айуандықпен өлтіру, қорлау, зорлау, әйел түгіл бала шағасымен қосып зорлау, бала шағасын құлдыққа салып жүру неше түрлі болып жатыр. Бірақ дәл мұндай резонанс алмайды, егер фигурант, қылмыстың негізгі кейіпкері осындай үлкен лауазым атқармаса, немесе ол бір жаңағы халықаралық деңгейдегі тұлға болмаса. Енді Бишімбаев ісінде ол кісінің бұрынғы экономика министрі болғандығы, сосын бұрында бір оның өмірінде эпизод болды ғой, жаңағыдай сыбайлас жемқорлыққа байланысты отырып шыққаны, ол бұрыннан өзіне медианың назарын аударып жүрген тұлға болғаннан кейін. Және екінші фактор, ең тұңғыш рет Қазақстан жағдайында мұндай отбасылық драманың, істің әлем назарына шығып кетуі. Бишімбаевқа қатысты сұрақтың нүктесі болсын. Бишімбаевтың бұл қылмысы абьюзерліктің көрінісі деп айтуымызға болады ма? Иә, сол сот материалдарына сүйенсек, абьюзерліктің көрінісі Бишімбаевтың сот материалдарынан анықталғандай, әйеліне қол жұмсағаны, бірнеше мәрте физикалық, психологиялық қысымға ұшыратқаны, оның өмірін бақылауға алғаны сияқты бірнеше дүниелердің сот тергеу барысында анықталғанын біз куәгерміз. Мен өзім жеке баға бере алмаймын. Енді сот материалдарына сүйене отырып айтар болсам, ондай көріністер болып жатты. Жақсы, енді абьюзер дегеннен шығады ғой. Абьюзер психологиялық травма ма? Психологиялық травмадан туындайтын қатынас. Абьюзер деген адам, абьюз деген қарым-қатынас, бұл деген сөз қысымға, қорлауға негізделген қарым-қатынас. Бұл жерде агрессор және құрбан модель бойынша біз бағалаймыз бұны. Отбасылық жұптарда жиі болады. Біріккен ұлттар ұйымының деректеріне сүйенсек, әлемдегі әйелдердің 23% өмірінде кемінде бір эпизод абьюзерлік қатынастың құрбанына айналған деген дерек бар. Қазақстан одан кенде емес. Енді ажырасу 2-ші орын, жасөспірімдер суицид 3-ші орын тұрған жерде әрине бізде қазақ қоғамында кеңінен тарап жатыр. Абьюзерлердің 4 түрлі құралы бар. Өз құрбандарына көрсететін ең біріншісі ол психологиялық, адамды бағаламау, құрметтемеу, қорлау, оның кемсіту, оның сезімдеріне дұрыс жауап бермеу, сезімдерін мазаққа айналдыру. Екіншісі физикалық ұрып-соғу, ұрып-соғудың арты өкінішке орай кей кезде өмірмен ұштаспайтын жағдайға алып барады, өлімге апарады. Үшінші жағдай ол сексуалдық дейміз. Өз күйеуінің әйелін әртүрлі сексуалдық өзінің ойына келген әрекеттерге апаруы, тіпті ерлі-зайыптылық міндетін орындамай қоюы әдейі қасақана түрде, немесе басқа бір діни форматта алатын болсақ, басқа адамдарға төсек қатынасына итермелеу сияқты да сексуалдық түрі болады. Төртінші кең тарап жатқан түрі ол қаржылық, финансовый дейді. Яғни ақшаға бермей адамды қинап қою. Мысалы, үйленгенге дейін қыз бала, айтайық 25 жасында үйленді, ол бір жоғары оқу орнының оқытушысы, немесе бір мекемеде үлкен бас бухгалтер болуы, немесе бір жерде дәрігер болуы мүмкін. Үйленгеннен кейін сен қоя сал, мен сені асырап бағам деген оймен, сондай желеумен мен саған бар жағдайын жасайын деп, ана әйелді 10-15 жыл бойы жұмысқа шығармай қояды да, ол адам өзінің біліктілігін жоғалтып алады. 15 жыл бойы жұмысқа шықпай, үстіне дүниеге бала алып келеді, және де оның біртіндеп соңғы жылдарда ер адамның басында әртүрлі жетіспеушіліктер болған кезде әйелі жұмысқа шығуға несі болмай қалады.
ешқандай бір қалау болмай қалады, желание болмай қалады да, әйел адам кәсіби тұрғыдан деформацияға ұшырайды. Ол өзінің кәсіби бүкіл бойындағы қабілеттерінен айырылып қалады да, және де ол абьюзерге өте тиімді вариант. Ол сол ақшамен енді манипуляция жасайды. Мен ақшаны бергісі келсе береді, бергісі келсе бермейді. Әйел адамды әбден қаржыға тәуелді етіп қояды. Қаржыға тәуелді адам және өзінің кәсіби бойында қабілетінен айырылып қалған адам, әртүрлі күн сайын кемсітушілікке, қорлыққа ұшыраған адам, ол жаңағы абьюзердің басы бүтін құлына айналады. Оның айтқанына заң болады. Оны әртүрлі заңға қайшы әрекеттерін орындауға мәжбүр болады. Міне осындай жағдайлар біздің сот істерінде өте көп. Сондықтан да мен осы эфир пайдаланып айтатыным қыз балаларға, егер алған кәсібің болса, егер бойыңда қабілетің болса, өзің мықты аудармашысың, не мықты дәрігерсің, мықты инженерсің, мүмкіндігінше жұмыс істеу керек. Өйткені жұмыс адамды психологиялық әртүрлі дерттерден алып қалатын орта. Адам изоляцияға ұшыраған кезде өзінің неше түрлі жаңағы бойындағы деформацияларға ұшырайды. Ол стресске барады, өзін бағаламаушылыққа, соматикаға, өзін бағалауының төмендеуіне апарады, әртүрлі комплекстер пайда болады, қаржылай тәуелділікке ұшырайды және тіпті заңсыздыққа да барады әйел адам. Әртүрлі. Егер ақшаның өте қажеттілігі болып, ол қажеттілікті күйеуі өтемесе, немесе жаңа сексуалдық қажеттілікті өтемесе, әртүрлі жағдайда әйел адам түрлі сценарийларға ұшырауы мүмкін. Сондықтан отбасыда мен айтпаймын 100% барлығыңыз бірдей күйеуіңізге бағынбай кетіңізден олақпын. Бірақ егер сіз жаңағыдай жақсы мамандық несі болып, күйеуіңіз адекватты адам болса, бала күтімінен былай уақытта жұмысқа шығып тұру керек. Өйткені жұмысқа шықпаған адамның бойындағы өзіне сенімсіздіктен айырылып қалады. Өзіне сенімсіз тұлға абьюзердің қармағына түсетін ең бірінші жемтік. Сондай жемтікке айналмас үшін күйеуіңізбен келісіңіз, мүмкін болса, мәселе ақша емес, мәселе өзіңіздің психикалық саулығыңыз үшін жұмысқа шығып тұрыңыз. Өйткені сіз білмейсіз, алдыңызда қандай өмір күтіп тұрғанын. Сіз қазір күйіп, күйем деп тұрған күйеуіңіз 10 жылдан кейін сізді ұрып соғып, адам танымайтындай жағдайға апаратын, сізді құлдыққа салып қоятын, қаржылай тәуелділікке апаратын адам болып кетуі әбден мүмкін. Өйткені қазіргі орта жастағы адамдар кешегі кеңес үкіметіндегі травмадан шыққан адамдар. Біздің барлығымыз балалық шағымызда травма алып өскенбіз. Ол әркімде әртүрлі деңгейде. Біреулер ол травма алғанын ұмытып та кеткен болуы мүмкін. Менде травма жоқ деуі мүмкін. Жақсы, бірақ маман ретінде біз ол адамның түп санасына бойлайтын болсақ, бізде психосоматика деген бағытта жүрмін қазір. Регрессия әдісімен адамның түп санасына баратын болсақ, барлығымызда дерлік әртүрлі деңгейдегі балалық травма, детский травма бар. Ол травма қазір ұйықтап жатқанмен күндердің бір күнде оянуы мүмкін. Өзінің қолайлы сәтінде оянып кеткен кезде ол травма. Біз әртүрлі психикалық ауытқушылықтарға, оның ішінде психикалық жарақатқа ұшырайтын жағдайларға ұшыраймыз. Яғни ол дегеніміз стресске беріліп кетеміз, депрессияға түсіп кетеміз, күйзелістер, жан күйзелістері болып кетуі мүмкін. Сондай күйзелістерге түсіп кетпес үшін адам әрқашан оның емі қоғамдық ортада болу керек. Қазақтың қазір тойына қатысты осы бір кішкене ремарка айтып жіберейін. Қазақтың тойын қазір құп көрмейтін, осы бір шығын, не керегі бар, кредитке той жасап дейді ғой. Біз жақында өз психологтардың ортасында осыны талқылағанбыз. Айта кетейін, той өте жақсы керек дүние. Мейлі шығындалсын, қазақ айтады ғой, шығындалсаң шашсаң тойыңа шашыл деп. Бірақ осы той томалақ, жиын терім екен біздің қазақтардың көбісінің психикалық тұрғыда ауытқып кетпей, жынданып кетпей, әртүрлі жағдайға бармай ұстап тұрған осындай қарым-қатынас. Ал егер сондай ойлаңыз, абьюзердің қарамағынан шықпай қалған әйел, не абьюзердің қарамағындағы еркек адам ешкіммен араласпай жүре берсе, ол бір күні оның соңы жақсылыққа бармайды. Сондықтан ортаға шығып тұру керек. Той томалақ, жиын терім қазақ қоғамын психологиялық тұрғыдан сау етіп тұрған бірден бір фактор. Өзіңіз бағана әңгімеңіздің әліппесінде айттыңыз ғой, мына әйелдердің және жасөспірімдердің құқығын қорғау туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, күшейтілді, қатаңдатылды деп. Осы тұрғыда мәжіліс депутаты Аманжол Әлтаев мынандай пікір білдірген еді. Өкінішке қарай бүгінгі қоғамда түрлі келеңсіз оқиғалар белең алып жатыр. Ер азаматтан қысым көрген әйел адам ғана емес, әйелден қысым көрген еркектер де баршылық деді. Осыған сәйкес
енді қазір ата заңға сүйенсек те ер азамат пен әйел адамның құқы тең. Иә. Ал енді қазіргі мына жаңа қабылданып жатқан заң 9.647.000 еркектің құқығын шектеп қойды деп есептемейсіз бе? Есептемеймін. Өйткені жалпы ер адам табиғатынан біз әйелмен салыстырғанда физикалық тұрғыдан күш қуатымыз бар. Және біз қазақ қоғамы Құдайға шүкір әлі 100% бір еуропаланып кеткен түріміз жоқ. Бір жаңағыдай 100% бәрі бірдей ЛГБТ-ның құрамына кіріп кетіп, немесе жаңағы бәрі бірдей гендерлік саясаттан зардап шегіп жатыр, ойбай бәрі бірдей әйелдерден деп айта алмаймын. Иә, ішінара факторлар бар. Жалпы мемлекеттік саясат бойынша бір заң қабылдағанда, немесе мемлекеттік шешімдер қабылдаған кезде көпшіліктің құқығын қорғайтын заң қабылдайды. Бұл жерде көпшілік жертва кімдер деп қарайды мемлекеттік мүдделі органдар. Әрине 95% жағдайда ол әйел адамдар. Және жасөспірім балалар, және 7 жасқа толмаған әлі ақыл есі кірмеген балалар да тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбандарына айналып жатыр. Сондықтан жалпы массада, жалпы бұқараның ішінде 90%-дан астамы әйелдер болғаннан кейін, әрине заң қазіргі таңда әйелдер мен балалардың құқығын қорғауға бағытталып отыр. Бірақ бұл деген сөз ер адамдардың құқықтары тапталмайды деп жаңа Аманжол Атаев ағамыз айтпақшы деген сөз емес. Ол кісі дұрыс айтып тұр. Бірыңғай 100% еркектердің барлығы бірдей оңбаған, бәрі бірдей әйеліне ұрып соққыш, ішкіш, шеккіш емес. Ондай ойдан аулақ болуымыз керек. Өз отбасын жақсы асырап жүрген, өзіне жақсы жауап беретін, өз түгілі өз әулетін, өз ортасын, өз ұжымын алға сүйреп жүрген, тіпті мемлекеттік деңгейде үлкен істер атқарып жүрген қазақтың нар тұлғалы бір тор адамдары, азаматтары Құдайға шүкір көп. Кешегі мынау елбасына күн туған мынау су тасқыны кезінде де бізде аман алып шыққан осы ер адамдар. Аяғына керзі етік киіп, суды кешіп, елуардан келетін суды кешіп, басына қауіп төніп тұрса да қаншама әулетті, қанша ауыл, селоларды, қалаларды сол судың тасқынынан алып шыққан ер адамдар. Ер адамдардың бұдан рөлін біз азайтпауымыз керек. Ер адамдар мықты, ер адамдар қазақ қоғамында жеткілікті. Бірақ бір құмалақ, бір қарын майды шертеді демекші, арамызда жаңағыдай әйеліне көзсіз, сөзсіз болмайтын қит еткен нәрсеге қол жұмсайтын, әйел бала шағасын зорлыққа ұшыратқан ер адамдардың саны артып келатқаны ащы да болса ақиқат, оны айтуымыз керек. Бұл заң ер адамдардың барлығының бірдей 100% құқығын шектеп жатыр деп айта алмаймын. Бірақ заң деген бар, заңды қолдану практикасы бар. Бұл заңның келешекте қандай салдарларға алып келетінін айта алмаймын, бірақ егер бір жақты практика кетіп қалатын болса, тек қана барлық істе бірдей еркек адамдар кінәлі деп кінәлі ер адамдарды іздеп болса, әрине отбасылық институтқа өзінің кері әсерін алып келуі мүмкін. Тіпті отбасы құрудан қорқып қалатын ер адамдар болуы мүмкін. Өйткені онсыз да қазір ер адамдардың психикалық саулығы онша емес. Бұдан кейін тіпті қазір 40 жасқа дейін келсе де отбасын құрмай жүрген ер адамдар аз емес біздің қоғамда. Тіпті 2-3 жоғары білімі бар, жақсы жалақы табатын адамдар да отбасын құрмай жүргендер аз емес. Ал енді мына заңнан кейін егер сотта бірыңғай әйелдердің сөзі қорғалып, барлық эпизодтарда ер адамдар кінәлі деп табыла берсе, әрине ол кейбір деңгейде ер адамдарға ой салуы мүмкін. Отбасын құрып не істеймін? Онсыз да былай жүріп жатқан қызым бар, былай дүниеге бала алып келіп жатқан жаңағы көкек әкелер бар. Мен оны қолдамаймын, бірақ бар ғой өмірде. Жаңағы азаматтық некеден туып жатқан да бар. Ұрпағымды жалғастырмай келсе, былай да туғызып жалғастыра беремін. Көңілім қошым қалап тұрса, жеңіл жүрсе әйелдерге барамын. Не істеймін? Мұндай өзімді заңмен шырмап дейтінде еркектердің қатары артуы бәлкім мүмкін артады. Өйткені егер бір жақты кетіп қалатын болсақ, сондықтан бұл жерде мүдделі мемлекеттік органдар бұл заңнан кейін жақында ғана ғой күшіне енгені мониторинг жүргізіп тексеріп тұру керек. Қайда бара жатырмыз? Мен жақында ғана осындай бір сұхбатта болғанмын. Сонда Қазақстандағы ажырасқан еркектер қауымдастығы деген бар екен. Олардың құқығын қорғайтын бір ұйым бар екен. Олар қазір сол әділет министрлігінде тіркелгенде шығар мүмкін. Мен сол заңдық жағын сұрап жүрген. Сонда бір азамат айтқан, өзі ажырасқан жігіт екен. Неге сіздер сондай осындай ұйым құрдыңыздар деп айтады. Біздің құқығымызды ешкім қорғамайды дейді. Байқасаңыздар дейді, сотқа арыз беріп отқан, ажырасу инициативасын көтеріп отқандардың 90%-ы әйелдер дейді. 10%-ында ғана туған туысқандары не еркектер дейді. 95% тіпті әйелдер дейді. Ажырасуға бірінші болып арыз беретін әйелдер дейді. Бұл бір дейді. Екіншіден 90-95% жағдайында жаңағы соттың шешімі әйелдердің жағына шығады дейді. Бұл не деген әділетсіздік деп маған қамығып келіп тұрды. Сосын мен айтамын, енді әр оқиға әртүрлі индивидуальны, оған бөлек-бөлек қарауымыз керек.
енді мүмкін соған еркектердің кінәсі бар шығар деп мен енді оны сөйлету үшін айтсам айтады, жоқ, сіз білмейсіз, әйелдердің де кінәсі бар, 50-50 дейді. Мен еркектерді жақтырмаймын дейді, әйелдердің де кінәсі бар дейді. Жаңағыдай отбасындағы тұрмыстық қиындыққа шыдамай жатқан, жеңіл жүріске салынып жатқан, ішімдік ішіп жатқан, баласына дұрыс тәрбие бермей қаңғып кетіп жатқан да әйелдер бар. Неге ол туралы айтпаймыз? Біз бір жақты ғана айтып кетіп жатырмыз дейді да. Ондай да өмірде оқиғалар бар, келіңіз жатыр. Барлығын абьюзерге апарып тіреп Барлығын абьюзер деген тек ер адам абьюзер деп қарамауымыз керек дейді. Негізі абьюзер деген гендерлік тұрғыдан абьюзер ер адам да бола алады, әйел адам да бола алады. Абьюзер әйелдер де бар. Бірақ енді жалпылама былай салыстырмалы түрде пайыздық қарым-қатынаста ер адамдардың басым болғаннан кейін бізде қазір ер адамдардың абьюзерлігін көп айтамыз. Ал негізінде Қазақстан қоғамында да, қазақ тілді Қазақстан қоғамында да жаңағыдай әйелінен соққы көріп жүрген, енді соққы деген физикалық болмаса да психологиялық, моральдық соққыға ұшырап жүрген ер адамдар жоқ емес бар. Және де қит етсе болды ажырасам деп қорқытып, әсіресе жаңағы күйеуінің дүние мүлкі бар әйелдер осындайға бейім болады. Дымы жоқ әйелдер ол не істейді ол? Күйеуінің дүние мүлкі белгілі бір жерде тыққан-пыққан жасырғаны бар, шетелде жаңағы құнды қағаздар бар, немесе басқа әйелмен жүретінін жаңағы қоғамға жария еткісі келіп, репутациялық рискке апарып ана еркекті өзінің дегеніне істеткісі келетін, істетіп жүрген де әйелдер бар. Ондай істерде сотта қаралып жатыр. Біз енді отбасылық құпия есебінде ондай істерді сотта жүргенде енді судьялар ашып айта бермейтін. Өйткені отбасылық құпия деген бар бізде. Отбасылық құпия заңмен кепілдік берілген. Сондықтан біз олар ашып айтпаймыз. Бірақ ішінара ондай фактілер бар. Енді сіздің сөзіңіз дәмсіз болмасын. Дәл қазір осы жерде сізге мына мәжілісмен Ермұрат Бәпидің бір ауыз пікірін келтірейінші. Әкелерді бұл заңмен сүмірейтіп жіберген жоқпыз ба? Осы залдағылардың көбі әкең келсін сазайыңды береді деген тәрбиемен өстік. Ер азаматтың рөлін көтеру үшін бәлкім отағасы туралы заң қабылдауымыз керек шығар деді. Келісесіз бе? Керек пе бізге отағасы туралы заң? Бәлкім керек шығар. Бірақ енді қазір отағасы туралы заң десек, отанасы туралы заң деп, әртүрлі қоғамдық жаңағы таптарға неге бөліп кетпейік, әжелер туралы, аталар туралы деп, кім білсін. Жалпы мен былай айтар едім, болып жатқан дүниенің көп пайызы біздің ер адамдардың жауапкершіліктен қашуынан болып жатыр. Өкінішке орай. Әрине, отағасыларды қорғауымыз керек, қолдауымыз керек, ер адамдардың беделін түсірмеуіміз керек. Еш уақытта ер адамның беделін түскені ол отбасының беделін түскені. Біз білеміз, үйінде еркегі ез болып тұрған, еркегінің сөз өтпейтін отбасыдан шыққан балалардың да келешекте сондай отбасын құратынын. Яғни қазақ айтады, қатын басқарған елу бас дейді, байтал шауып бәйге алмас дейді. Ол мен емес, атам қазақтан қалған даналы сөз. Ол сөзінде жаны бар. Әйел басқарып кеткен кезде біз отбасының соңы неге апарып соғатынын Еуропа жағдайында біліп жатырмыз. Бірақ отағасылардың құқықтарынан гөрі жауапкершіліктерін арттыру керек па деп ойлаймын мен. Өйткені мен өзім қатарлы, өзімнен кейінгі, өзімнен үлкен ер азаматтардың көбісін білем. Дұрыс табыс таппайтын, ішімдікке салынып кеткен, өзінің отағасылық міндетін атқарудан әлде қашан қол үзіп қалған, төсек қатынасынан да безініп кеткен, өзінің жар төсегін суытып алған ер адамдар бар. Ондай кісілер, ондай әйелдер міне қазір біз енді отбасылық психолог болғалы маған келіп жатыр. Сондықтан бұл жерде ол заңды қабылдауға болатын шығар, егер соған негіз болатындай бір факторлар көбейіп кетсе. Келесі бір қызық тақырып өзі, қазір қоғамда қызу талқыланып жатқан тақырыптың бірі көп әйел алу мәселесі. Сіз өзіңіз қолдайсыз ба көп әйел алуды? Дәл қазір кезеңде ма? Қолдамаймын. Енді бөріктілердің намысы бір деп қолдауым керек пе? Бәлкім сөйтіп көп отқан кісілер шығар, мынау неге қолдамай отыр өзінше өп деп, Бірақ қазір мен енді тек қана психолог емеспін ғой. Жаңа өзіңіз таныстырып кеткеніңіздей 15 жыл мемлекеттік қызметте, оның ішінде жоғары сот аппаратында 10 жыл істегеннен кейін белгілі бір деңгей тәжірибесін айтып отырмын бұны. Әртүрлі сот істерінің басқасында болдық, оның бер жағында саясаттанушы ретінде де, жалпы көзі ашық қоғамның белсенді мүшесі ретінде айтайын, көп әйел алуға басқа ұлттарға аулақ бірдеңе деуге. Қазақ жігіттері әлі дайын емес. Қазақ қоғамы дайын емес. Тек қана жігіттер емес. Жігіттер дайын болғанмен де қоғам дайын емес та оған. Мәселе жігіттерге келіп тұрған жоқ.
біздің ата бабаларымыз көп әйел алды. Менің өзім атам 3 әйел алған. Мысалы да, соның 3-ші әйелін тараған ұрпақпыз. Былай қарап тұрсақ. Әңгіме қызық болсын, әңгімеге қызық болсын айтып отырайын. Бірақ атам еріккеннен алған жоқ оны. Әуелгі әйелі сүйіп қосылған жары әжемізден бала болмаған. Одан кейін екінші алған әйелі кішкене үлкендеу, кәрілеу жеңгесіне қосқан, енді жасы келіп қалған. Ол кісіден 2 бала дүниеге келген, бір ұл бала, бір қыз бала. Ұл бала дүниеден өтіп кетіп, қыз бала қалып қойған. Сосын сүйіп қосылған некелі жары әуелгі бәйбішесі 56 жасына қараған шағын атамызға өзі ой салыпты. Ей шалау, сен ұрпақсыз кетіп баратсың, мен сенің обалыңа қалдым ау. Жатырым қанамады, бала сүйіп бере алмадым. Тас емшегім иімеді, тар құрсағым кеңімеді. Сенің тағдырыңа обалдық еттім ау. Аларсың бәлкім деген кезде атамыз осы сөзін неше жыл күттім. Бірақ аттай қалап алған, жастай қосылған, сүйіп алған жарым едім, көңіліңе қарап кеп едім. Енді сенің рұқсатыңмен алайын. Тақтан түсіп қалғанымыз жоқ. Енді ол кездегі кісілердің денсаулығын білесіз. Сөйтіп менің әкем дүниеге келген екен. Есімін қартайғанда туған Қартаңбай деп қойған екен. Одан кейін 58 жасында әкемнің інісі дүниеге келген. Қартбай, қарт болдым деп. 60-сында әкемнің қарындасы дүниеге келген. Бақыттымын деп бақыт көрген екен. Міне осы жағдайдың өзінде алып қарасақ, ұрпақ үшін алған көп әйел. Ал қазір ұрпағы бар, әйелі бала туып берген, әйелі ешкімнен кем емес, әп-әдемі әйелі бар, сүттей үйіп отырған отбасы бар, бірақ екінші, үшінші әйелді алам деп нәпсінің жетегінде кетіп аламын десе, тіпті ала қойсыншы, бірақ сол 2-3 отбасын тең ұстайтындай не ауқаты жоқ, жаңағы бір қаржылық жағдайы жоқ адамдарда құр кеудемен аламын деп жатқан не моральдық дайындығы жоқ. 2-3 отбасын асырап отыруға тек ақша емес, ақыл керек, білім керек, сана керек, психологиялық үлкен ішкі стержен керек. Ондай бар жоғына қарамастан, жаңа қазақта бір сөз бар ғой, көтере алмаған шоқпарды беліне байлайтынын кері қылып жүрген менің бөріктілерім намысты қолдан бермей жүрген ер азаматтар өзіміздің қазақтың жігіттері аз емес. Бірақ олардың іс-әрекетін қолдамаймын. Оның ішінде өкінішке орай барлығы бірдей аулақпын, барлығы бірдей ала салып отбасын асырай алмайды демеймін. Асырап жатқан отбасында да екі жаққа да тәрбие жатқан жігіттер бар. Біреу ашық алып жатқан, біреу жасырын алып жатқан, енді әр адам өздерге ғой. Бірақ соның ішінде әйелінің келісімін алмастан шариғат рұқсат береді деп, бірінші әйелінің пәленбай бала туып берген еңбегіне аттап өтіп, үстіне таптап өтіп, оның сыртынан әйел алып, екіқабаттық болғаннан кейін бірақ айтып жатқан жігіттер бар. Ондай фактілерді өкінішке орай кездесіп жүрміз. Сондай жағдайда әуелгі бірінші әйеліне қандай ол ауыр соққы. Сол отбасында кикілжің болмайды болады. Сол отбасы өсіп жатқан отбасыдағы балаларға қандай детский травма, балаларға психикалық травма, психикалық жарақат алады. Ол отбасынан шыққан бала ертең қалай болады? Ол әкесінің өмірін қайталауы мүмкін. Психологияда ол бала әкесінің, қыз бала шешесінің көргенін қайталайды деген бар. Біз қаламайық түп саналы түрде тіпті жек көретін әке-шешеміздің бойында әрекетін қайталаймыз. Ол психологияның заңын ешкім жоққа шығара алмайды. Сондықтан дәл сол модельді ертең күні 4 құбылас түгел бола тұра алған әйелі ақылына көркі сай бола тұра дүниеге бала әкеп тұрса да жоқ ерігіп басқа отбасын құрып отбасының ойранын құратын балалардың өсіп шықпасына кім кепіл? Өйткені ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесіне қазақтың мақалы мәтелі даналық сөзінен асқан сөз жоқ. Сондықтан ерігіп алатындарды қолдамаймын. Ал бірақ мынандай жағдай болады ғой енді өмірде. Әйелі бала туып бере алмады. Неше жыл күтті, 5 жыл демейін енді 10-15 жыл күтті. Бала сүйе алмады. Өз әйелінің бастамасымен, сенің обалыңа қалып барады, менің әжем сияқты, Зейнеп әжем сияқты менің марқұм. Сондай өзі даналық шешімге келіп, сенің обалыңа қалды, мен ала қойшы деп жатса, немесе ерлі-зайыптардың екеуі де діни бағытта, жаңағы шариғатты берік ұстанып, 5 уақыт намазын оқып, екеуі де бір нүктеге, бір ойда қарайтында отбасылар болады, жаңағы діни санада жүрген. Сен ала қойшы, пәленше деген менің құрбым, немесе сен жаңа күйеу айтады ғой бірінші, сенің пәленше деген құрбың, немесе осы қазақтың қыздары, олар сөйтіп бастайды, жаңа күйеусіз қалып баратыр, кәрі қыздар көбейіп баратыр, мен солардың сауабын алайын деп бастама көтеріп, оған жаңағы некелі жары рұқсатын беріп, ашық талқылаудан өтіп,
оған сол отбасы дайын болып жатса, алып жатса, мен қарсы емеспін. Бірақ көп жағдайда біздің қазақ қоғамындағы жігіттер, қазақ қоғамындағы әйелдер мұндай полигамды дейді ғой, отбасылық қатынасқа дайын емес. Мен оны психолог ретінде де, мемлекеттік қызметте, сот жүйесінде істеген азамат ретінде де көзім жеткен, қоғам дайын емес оған. Ол көп әйел алу қоғамы бізде 19 ғасыр, 18 ғасырда, 20 ғасырдың ортасына дейін дамыды ғой, белең алды ғой. Ол кезеңде әйелдер оны қалыпты құбылыс ретінде қарайтында, күйеуі менің меншігім емес, күйеуім ұлттың адамы деп бөлісетін. Қазіргі әйелдер бөлісе алмайды. Қазіргі әйелдердің психикасы оған дайын емес. Қазіргі әйелдердің психикасы, қазіргі әйелдердің менталитеті, қазіргі әйелдердің санасы оған дайын емес. Ал ер адамдардың дайындығы одан да мүшкіл. Олардың психологиялық дайындығы жоқ, сексуалдық дайындығы да жоқ. Оны айтуымыз керек, қазір урологтар дабыл қағып жатыр. Екінші, үшінші әйел түгіл өз әйеліне шамасы әрі жетіп жүрген жігіттер көп. Оның бер жағын ашық айтуымыз керек, ұяттығы жоқ. Оның бер жағында қаржылық жағдай мүшкіл болып тұрған, бәленбай банкке қарыз, не басында дұрыс баспанасы жоқ, астында көлігі жоқ, не дұрыс тұрақты табысы жоқ азаматтар алам дейді ғой кей кезде. Осындай дайындығы жоқ адамдарды қазір уралатып біз оны бүкіл ақпарат құралдарында көп әйел алған дұрыс деп айта берсек, ол бірде болса бірде сол ақпарат сол кісінің құлағына жетіп, онсыз да жаңа нәпсісінің жетегінен шыға алмай жүрген жігіттер сондай дүниеге алданып қалып, жеңіл ақпаратқа мастанып қалып, алып, оның арты дүниеге дені сау емес балалар келуі мүмкін. Дені сау бала келген күннің өзінде қазіргі заманда қымбатшылық жайлаған заманда ол балаларды асырап бағу оңай емес. Әр балаға жеке-жеке инвестиция құюымыз керек. Әр бала баяғы біздің кезіміздегідей бала жоқ. Гаджетсіз қазір әр баланың қолына телефон керек. Қауіпсіздік үшін деп қазір телефон беретін болып кеттік біз, өкінішке орай. Енді амал жоқ, қоғам талабы. Әр баланың қажеттілігін ойлап қарасақ, оны оқытып, тоқытып, мықты азамат қылып шығаруға бөлінетін қаржының көлемін санасақ, бір семьяның өзін асырап бағу қазіргі заманғы ер адамдарға оңай шаруа емес. Сондықтан ол дүниеге 100 ойланып, 1000 толғанып барса деймін. Нүктелі сұрақ болсын сізге. Берекелі отбасын қалыптастыру үшін психолог ретінде қоғамға қандай кеңес бересіз? Өте тамаша сұрақ. Әрине, әр қайсымызға ақыл керек. Психолог болып, коуч болып, эфирге шығып, болып толып 100% ақылымыз тасып тұрған түгі жоқ. Бірақ өзімнің өмірлік тәжірибеме 40 жылдық, осы психология келгендегі, мемлекеттік қызметтегі сүйене отырып айтатыным, ең бірінші кезекте әр адамның құқығын қорғай білуіміз керек, құқығын құрметтеуіміз керек. Отбасы құрғысы келетін ер адамдарға да, отбасы құрғысы келетін әйел адамдарға да, отбасын құрған ерлі-зайыптыларға да, және отбасылық өмірге араласқысы келіп тұратын ата-аналарға да айтатыным, екі адамның қазір шаңырақ құруы өте қымбат бағалы дүние болып тұр. Өйткені енді қазір әлем психологтарының айтуынша алдағы 10 жылдықта, 15 жылдықта отбасын құруға асықпайтын адамдар көбейеді деп жатыр. Мұндай тенденция біз білеміз, дамыған елдерде бар. Америкада, Еуропада, Жапонияда қазір көп адамдар 40-50 жасқа дейін отбасы құруға асықпайды. Әбден өзінің жеке индивид ретінде тұлғалық қажеттіліктерін өтеп болмайынша, енді оқып болмайынша, әлемді аралап болмайынша отбасын құрмайды. Ал қазақ қоғамы ол жағынан отбасын құрып жатыр, бірақ отбасын шала құрып жатыр. Ажырасу көп та. Демек, бұдан шығатын қорытынды отбасылық өмірге бел будың ба, келесі адамның құқығын, оның сезімдерін, оның өмірін бағалауды үйрену керек. Біз өкінішке орай қазақ қоғамы әсіресе біреудің өмірін, жеке шекарасын, біреуге сын айтқан кезде абайламай айта салатын адамдармыз. Абайлап сөйлеуді үйрену керек. Әсіресе сын айтқан кезде экологичный дейді ғой, экологиялық түрде айтуды үйрену керек. Әсіресе сын айту мәдениетін үйренген адам отбасын дұрыс құра алады. Отбасында туындайтын кикілжіңдерден аман есен өтеді. Өйткені отбасын құрған кезде алғашқы 7 жыл кез келген ерлі-зайыптылар үшін кризисный жылдар, яғни дағдарысты жылдар. 7 жыл оңай емес. Сол 7 жыл емес, ал қазір пандемия кезінде көрсеткендей тек қана 7 жыл емес екен. 20 жасында алаулап тұрған кезде, сүйдім, күйдім деп тұрған кезде үйленіп алғаннан кейін де, 7 жылда еңсеріп болғаннан кейін де сол отбасылар әрі қарата берік 100 жасқа дейін кетеді деп айтамаймыз. Олардың ішінде де келесі, яғни 40 жасқа келетін орта жастағы дағдарысқа келген кезде де ажырасып отқан, тіпті 50-60-ға келгенде де ажырасып отқан да бар. Яғни отбасылық құндылықты
білмейтін. Яғни отбасы дегеніміз жеке адамның мақсаты бөлек, екі ерлі-зайыптының мақсаты бар. Осы екі ер адамның мақсатын, миссиясын біз біріктіре алғанда ғана, бір нүктеге қарап үйренгенде, бір-біріне жаңағыдай орын беріп, кешіріп, бір-біріне жаңағыдай арқа сүйеп, демеп, мотивация беруді үйренген кезде ғана отбасы болады. Ал тек қана менікі дей берсе отбасы болмайды. Тіпті сіздің 20 жылдық тәжірибеңіздің өзі, өкінішке орай, егер сіздің бойыңыз осылай эгоцентристік көзқарас қалыптасатын болса, сіздің бұрыннан көніп жүрген көнбіс әйеліңіз көне береді деген кепіл емес. Немесе сіздің бұрыннан көніп жүрген көнбіс момын күйеуіңіз, шалыңыз көне береді деген кепіл емес. Сондықтан әрқашан білім керек. Менің түсінгенім, отбасы мықты болсын, ер адам болсын, әйел адам болсын, үздіксіз білім алу керек. Қазір баяғы заман жоқ, баяғы психология жоқ. Шыда, қазақпыз ғой, ұят болады деген дүние артта қалып баратыр. Өкінішке орай. Сондықтан ондай психология артта қалған кезде қаруланған білім, мықты мотивация және үнемі бір-біріңіздің жақсы жақтарыңызды көре білу, кешіре білу, және отбасылық саяхатқа шыға білу. Осы дүниелер ғана сізді алып шығады. Сіздің қазақ екеніңіз, бұрыннан сіздің ата-бабаңыз мықты болғаны деген бэкграундыңыз ондай жағдайда құтқара алмауы мүмкін. Сондықтан қазақ отбасыларымыз жарасымды болсын, махаббаттарымыз баянды болсын, өсіріп отырған ұл қыздарымыздың қызығын көрейік, соларға дұрыс үлгілі ата-ана болайық деген тілек айтқым келеді. Рахмет сізге, Айдос аға, уақыт тауып сұхбат бергеніңіз үшін тағы бір мәрте алғыс айтамыз. Мінекей сізбен біз 1,5 сағаттан аса уақыт сұхбаттастық. Қалың көрерменнің көңілінен шығады деген үміттемін. Иә достар, осымен бүгінгі біздің сұхбатымыз тәмам. Бүгін бізде қонақта болған отбасылық психолог, саясаттанушы, халықаралық деңгейдегі кәсіби трансформациялық коуч Сәдуақасов Айдос Қартаңбекұлы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет, аман болайық.